Армысыз қазақ елі. Баршаңызға қазақтың мерейі үстем қылып берекесін берсін. Осыдан 5-6 жыл бұрын мынау Қазығұрт тауы, Қазығұрт тауының басына пирамида аманаттаған кезінде ұлы күштер Қазығұрттың басына 6000 адам алып шығасың деген аяндар келген. Оған қалай алып шығамын білмеймін. Аруақтың жетектеуімен жүріп ас бересің. Содан кейін бүгін 19-ы 2026-ның соңғы күні 6000 адамды қалай алып шығам, қалай аруақтарды көтересің, қалай біріктіресің, ештеңе білмеймін. Әйтеуір айттым, пирамидаға жүгірдім. Ол кезде осы Қазығұрттың басына көтеріп жүрген Берал аға да ештеңе аса түсінбеді, бәріміз жүгірдік. Әйтеуір ең соңында әйтеуір ол пирамиданың бесеуін соқтық қой, оны ит еткізді. Сол ит еткізгендердің арты мандыған жоқ, жетісіп атқан ешқайсысы жоқ. Бәрі іріңде жырың быт-шыт болып кетті. Бірақ аманатты істедік. Соның бірі өткенде Бақанасқа, Балқаш ауданына халық апарасың, ас бересің деп ода бердік. Бірақ анау айтады ғой, бай халыққа мал таратса, біреусі айдап баратыр дейді, малын берген малын. Айтады, мал тарататын ғой, неге бас жібін бермейді деп. Әрине, халық болған соң сын да көп болады, бәрі көп болады. Бірақ мен 6000 адамды айтпаймын, 2 миллион аруақтың рухын біріктіріп бір жерге көтеріле алдым. Және соны жинау үшін мен үлкен амалдар істедім. Адамды істей алатын нәрсе адамда көп. Істей алмайды деген нәрсе жоқ. Мен бүгін Қазығұрттың басына келіп, бүгін аян алдым. 2 миллион қазақтың аруағын біріктірдім бір жерге деп. Оны қалай біріктірдім? Қазақстанның бүткіл әулие әмбиесін бәрін аралап, бәрін бітіп өткенде 5 қой сойып, 1 жылқы сойып ас беріп жатқан кезде мен айттым, ниет қылатындарың болса, 7 ата-бабаларыңды айтып, осы Болаттың берген құрбандығында астында сапқа Құдай біздің ата тегімізді, 7 ата-бабамызды бірге тұрғыза көр деп. Өйткені мүмкін емес 6000 адамды Қазығұрттың басына алып шығу бірдей. Аруағын жетектеуді маған үйретті. Кімдегі ниет қылып айтып, осы Болат Бұралқұлының асына қатысса, біздің ата тегіміз болса деген арман тілектермен салыңдар ниеттеріне деп. Осы айтылған арман ниеттердің ішінде бүгін кеше ауылда ас біткен бетте Қазығұрттың басына 19 күні соңғы аманатты аруақтармен көтеріліп істейсің деген аманатты келіп, мен бүгін 99 рет ықылас деді ғой, оқисың деп оқитынды оқып, бүгін түнде қондым, түс көрдім. 2 миллион қазақтың аруағын басы бірікті. Біздің демек қазақтың ата тегінен үзіліп қалғандардың бәрінің ата тегі жалғанды. Тек қана оны енді шежіре бойынша іздеп жалғастырып, және ата-баба жолынан шығып кетпеу керек. Болды. Ал енді қанша емші жүр, не жүр, мен оларға шатағым жоқ. Енді әркімнің өзінің миссиясы бар шығар. Бірақ жақсы аманаттарды орындап біткенім үшін жақсы қуанышты ақпараттар алдым. Негізі бүгін білмеймін, бір қолайсыз жағдай естілетін шығар Қазақстан дүниежүзі бойынша. Бірақ енді қатты келіп қорқатын ештеңесі жоқ. Бәрі жақсы болады. Ал енді қазақтың басы бірікті, аруақтың бары бірікті. Біздің аруақтар бірікпей жүрген жоқ емес, біріккен. Бірақ оны бөліп тастап жатқан біздің руға жазған тарихшыларымыз, әрқайсысы біреудің атасын батыр, біреудің атасын қатын қылып, біреудің ақшасына жазған тарихпен біздің жастар рухани әлемнен кетіп қалды. Бір екінші кезінде мектептерде оқитын Ертөстік, Ертарғын, ой небір қобыланды жырлардың бәрі оқытылмай, біздің жастардың бәрі анау губка анау мынау деген мультфильмдермен өсіп кетті да, рухы өліп қалды. Сондықтан енді қайтадан қазақтың қазақ болатынына уақыт келді. Енді қайтадан біздің бабалар туралы айтылған ертегілер, болашақ туралы айтылған алтын сандық деген қайтадан руханияны көтеруіміз керек. Біз ана ыдыс-аяқ жуатын губкалардың мультфильмімен өсуіміз керек емес. Біздің балалардың бәрі миы сондайға тоқтап қалды.
аруақ бірікті, аруақты бөліп тастаған өзіміздің рушылдар. Енді қазақ мәңгі жасайды. Енді қазаққа жамандық келді, анау деді ма, жағына жылан жұмыртқа қалсын. Қазақтың басына бақ қонып қойды. Қазақ алтын дәуірде алтыннан үстіне киім киетін заманға келді. Тек қана қана нәрсе, ата бабаңды еске ал, аруағыңды қолда, аруағыңды ұмытпа. Дінге мен шатағым жоқ. Құранды аударып оқы, мағжа төңкеріп оқы. Бірақ сен анадан туып, әкенің тәрбиесінде өскеніңді білу үшін сен әкеңді үлгі, анаңды пір тұт. Сол кезде ғана сен мәңгісің. Ал қалғанның бәрі, діннің өзі ата-анаңсыз дін емес. Бар болыңыздар ағайын.